Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Қалайсыздар? Іштеріңіз аман ба? Бүгін бізде мынандай ауа көбі 11-лік дұрыс жанбайды, жанса дұрыс тартпайды. Соны жөндеп жатқанбыз, ішін тазалап. Сонда сіздерге көрсете кетейін деп түсіріп жатқан жайым. Мынау енді мына ішінде жанатын мынау. Осының ішінде тұратын жаппалары. Осылардың бәрін алып тазалап шаң соғыспен сорып алып жатырмын. Енді мынаның іші дейтін күй жоқ екен енді. От үстін қайттан тұтанған кезде мына ауызы лапылдап жанып, оттың жартысы талаға шығып тұрды. Сосын солды жөндейінші деп ішін ашып жатырмын. Енді ол бірінші мынадағы үшінен ағытып алдым. Мынау өзінің астындағы бітесі. Осыны жаңағы оның үштегі не болды, қақ болып, соның бәрін тазалап, мына үшеуін ағытып алдық. Сосын нені өз астынан бөлек шығады, білетіндер білетін бе, білмейтіндер кетіп кетейін деп жатқан. Астынан жайлап мынаны бір ұрсаңыз, мынаның бәрін ағытып алып, өзінің кетіштері бар, астында шығатын. Мынандай үш кетіші бар, содан бұралып шығады. Сосын осындай бетінде мынау қақпақ сағаның жұмырға үшіне келе кейді ғой. Мынандай үш несіне осыны ағытып алып, бұны да тазалап алды, ішін тазалап. Мыналарды шаң соғышпен су болмаса көк шаң болады екен. Шаң соғышта енді іші лас болады, бірақ жаңағыдай ішін әйтеуір тазалап алуға келеді ғой деп бұлардың бәрін қастарда шаң соғышпен сорып аламын. Бұл шаң соғыштан артын ашып сыртқа қарай шығарып қалмаса, шаң соғыштан да жаман бұрқырап түтіндейтін. Соны енді қазір тағы да түсіріп не істеп болғасын. Отырған үшін шөткімен, мынандай шөткімен тазалап жатып, осындай қақтарын түсіріп, мына ішін бәрін төмен қарай түсіріп, астына шаң соғыспен сорып аламын ба деп істеп жатырмын. Мына ішін әділі тазалайтын екен, астында қақ. Осыны бәрі жібермей түрде ойлаймын. Мен қазір не істеп болғасын тағы да түсіремін. Бұйыртса жақсы. Егерде де сіздерде сондай жағдай болып оттарыңыз жанбай, дұрыс жанбай, үй сымай жүрсе, осыны тазалап жіберсеңіздер болады деп түсіріп жатқаным. Жақсы. Істеріңіз оңай болсын. Пайдасы тисе қуаныштымыз. Рахмет баршаларыңызға. Тағы да қайырлы күн. Жағаны жинап салдық. Жағының мынау сыртына дым шығып тұрған жоқ. Бағана лаулап мынаға дейін осы арлардың бәрін лаулап тұрған. Енді қазір тартуы да бәрі жақсы. Осылай тазалап алған дұрыс ау деп ойлаймын. Егер де сіздерде осы дұрыс лаулап сыртына шығып жүрсе, осылай тазалап алсаңыздар жаңағыдай үстін ашып, мына үстін жанындағы трубкаларын ағытып осылай жөндеп алсаңыздар болады деп түсіріп жатқаным. Жақсы. Көмегі тисе істеріңізге сәттілік.